Құрметті азаматтар, құрметті Бостандық ауданының тұрғындары және қонақтары. Ішкі істер министрлігі 2025 жылды құқық бұзушылықтың алдын алу жылы деп жариялады. Осыған байланысты заң және тәртіп қағидасын іске асыру үшін ағымдағы жылдың 10 сәуірі мен 6 мамыр аралығында республикалық аумағында жасөспірім профилактикалық іс-шарасы өткізіледі. Оның негізгі мақсаты жасөспірімдердің қылмыстарының алдын алу, кәмелетке толмағандардың құқықтарының қылмыстық қол сұғушылықтан қорғау, қамтамасыз ету. Жастардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету біздің басты міндетіміз. Заң және тәртіп қағидасын басшылыққа ала отырып, профилактикалық жұмыстарды күшейтеміз. Ата-аналардың да, кәсіп иелерінің де жауапкершіліктері зор. 23:00-ден кейін кәмелетке толмағандардың заңсыз өкілдерсіз тұрғын үйден тыс жерде жүруіне тыйым салынған. Дегенмен де компьютерный клубтар мен басқа да көңіл көтеру орындарда балалар жиі анықталады. Мұндай фактілер бойынша әкімшілік жауапкершілік көзделген. Біз ата-аналарды да, кәсіпкерлерді де заңға бағынуға, жасөспірімдердің тағдырларымен бей-жай қарамауға шақырамыз. Профилактикалық жыл аясында бұл жұмыстар тұрақты түрде жалғасады.